Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай түсі өте қанық, әдемі алшадан компот жабатын боламыз. Мінекей, тёрым деп те атайды. Алшаларымызды жуып тазалап аламыз, суымызды қайнатып аламыз, банкымызды, қақпағымыздың барлығын дайындап аламыз, стерилдеп. Және де дайын болған банкімізге өстіп алшамызды салып аламыз. Менде 3 литрлік банкілерді қолдандым. Еді қайнап тұрған суымызды үстінен құятын боламыз. Алшамыздың үстінен құйып, қақпағын жауып 25-30 минутқа қойып қоямыз. Мінекей, дайын тұрған беті құйылып, енді 30 минуттан кейін қайтадан кастрюлемізге суды қайтадан құятын боламыз. Мінекей, уже алшамыздың түсі шықты. Енді осыны қайнатып аламыз. Суымызды қайта құймас бұрын банкімізге осындай мен 400 грамм құмшекер қостым 3 литрлікке. Және де қайнап тұрған жаңағы суымызды банкімізге қайта құямыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытып кетпеңіздер. Мінекей, банкімізге қайта құйып, қақпағымызды жауып, бұрап алатын боламыз. Түсі өте қанық, әдемі, кішкене алша, кішкене қышқылтымдан береді. Қыс мезгілінде ішкенге өте жақсы, әсіресе тым ауратқан кезде ішкенге жақсы. Жасап көріңіздер, қонаққа да алдына құйып бергенде де өте әдемі, түсі қанық. Жасап көріңіздер менің рецептіммен. Достарыңызбен де бөлісуді ұмытпаңыздар.